Біз біргеміз. Алматыда Абай облысының тұрғындары үшін гуманитарлық көмек жинау басталды. Бірінші кезекте ең қажетті деген заттар қабылданып жатыр. Олар көрпе, ұйықтайтын қап, бет перделер, термос, балалар жайлықтары мен гигиеналық заттар. Тек тез бұзылмайтын азық-түлікті еріктілер фронт кеңседе сұрыптауда. Қабылдау пункті Байтұрсынов көшесінде орналасқан. Таңғы сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін жұмыс істейді. Гуманитарлық көмек туралы бүгін түсте жарияланғандықтан әзірге қажет заттардың бәрі жиналып болмады. Дегенмен еріктілер тұрғындардың жұдырықтай жұмылып көмек қолын созарына сенеді. Бұрын біз Қостанайға көмек атты тоже осындай волонтерлық шара кезінде өзіміз көмектескенбіз. Қаншама тонна астық, азық-түлік, керек қажеттіліктер жіберген болатынбыз. Өзім осы Абай облысының тумасы болғандықтан енді өз еліме, өз жеріме барып көмектесе алмасам, осындай затты қолымнан келгенше жіберіп көмектесіп жатқан жайым бар.